Тахаджуд намазы қалай оқылады? Алла Тағала өз елшісі Мұхаммедке, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, түнгі бір бөлігінде оянып, өзіңе тән нәпіл намаз оқы деп бұйырады. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, парыз намаздардан соң ең абзал намаз түнгі намаз деген. Тахаджуд намазы туралы мына сұрақтар көп қойылады. Тахаджуд намазы қандай намаз? Тахаджуд намазы түн ортасында тұрып, ұйқыдан оянып оқылатын нәпіл намаз. Ол қиям намазы деп аталады. Бұл арқылы мұсылман адам Құдайға жақындай түседі. Алла Тағала Музаммил сүресінде Мұхаммед пайғамбарға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, опасыз дүниенің тауқыметтен оңашалануға, түнде тұрып құлшылық етуге Құран аяттарын оқуды бұйырады. Тахаджуд намазын оқуның үкімі қандай? Тахаджуд намазын оқу міндет емес, мұстахаб, қосымша ғибадат нәпіл. Тахаджуд намазы қай уақытта оқылады? Тахаджуд намазының уақыты құптан намазынан кейін таң атқанға дейін жалғасады. Дегенмен түннің соңғы 3-ші бөлігінде оқылған абзал. Раббымыз Алла әрі түннің соңғы 3-ші бөлігінде аспан әлеміне түсіп, кім маған дұға етеді, қабыл етейін. Кім менен кешірім тілейді, күнәсін кешірейін. Кім менен қажетін сұрайды, оған берейін деп айтады. Тахаджуд намазының қандай пайдасы бар? Адам баласының түн кезінде тәтті ұйқысынан тұрып, Алла Тағаланың разылығын іздейді. Раббысының құзырында тұрады, оның рахымына бөленеді. Сауапқа және түрлі жақсылықтарға жетеді, және дұғасы қабыл болады. Тахаджуд намазы неше рәкат оқылады? Ханафи мазхабы бойынша тахаджуд намазының азы 2 рәкат, көбі 8 рәкат етіп оқылады. Пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, 11 рәкат етіп оқыған. Айтылған, яғни оның 8 рәкат тахаджуд, 3 рәкаты уәтір намазы. Тахаджуд намазының қалай дайындалу керек? Түнде тұруға шын ниет ету керек, ерте жату керек. Ұйқыдан тұрып жақсылап дәрет алады. Және 2, 4, 6 немесе 8 рәкат етіп тахаджуд намазын оқиды. Тахаджуд намазында қандай амалдарды орындау мұстахаб? Жанұясының тахаджуд намазына тұрғызуы. Намазды оқығанда Алла Тағаланы дәріптеп, рухуқ барынша ұзақ тұру, тәсбихті көбірек айтып, сәждеде ұзақ жатуы мұстахаб. Тахаджуд намазында қандай сүрелер оқылады? Фатиха сүресінен кейін 1-ші рәкатта Кафирун сүресін, 2-ші рәкатта Хлас сүресін немесе қалған сүрелерді оқуына болады. Құран аяттары дауыстап оқылама, әлде іштей оқылама? Екі басым болмау үшін намазда Құран аяттарын дауыстап оқу керек. Іштей оқса да болады. Сондай-ақ Құранды ұзақ оқу, әрі оның мағынасын ойлап, азап туралы аяттарды оқығанда одан сақтануды сұрау, рахымдылық жайлы болса, Құдайдың кеңшілігі мен рахыммен тілеу хақ. Тағаламны пәктеу жайында болса, оған тәсбих айтып зікір айту керек. Тахаджуд намазы қалай аяқталу керек? Тахаджуд намазы үтір намазын оқумен аяқталғаны абзал. Өйткені пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, түнгі намаздарыңды үтір намазбен аяқтаңдар деген. Ал қасиетті Рамазан айында сауаптар еселеніп беріледі. Сондықтан кімде-кім тарауых намазынан кейін тахаджуд намазын оқитын болса, үтірді содан кейін оқиды дегенмен, үтір намазы оқыған болса, кейін тахаджуд намазын оқуға болмайды деген үкім жоқ. Тахаджуд намазынан соң қандай дұға оқыған дұрыс?
Тахаджуд намазынан соң Пайғамбарымыздан оған Алланың салауаты мен сәлем болсын. Мына дұғаны оқығаны рауят етіледі. Уа жаратқан, барлық мақтау саған тән. Сен көк, мен жердің және ондағы барлық нәрсенің раббысысың. Барлық мақтау саған тән. Сен көк пен жердің және ондағы барлық нәрсенің иесісің. Барлық мақтау саған тән. Сен көк, мен жердің және ондағы барлық нәрсенің нұрысың. Сен хақсың, сенің сөзің хақ, сенің уәдең хақ, жәннет хақ, тозақ хақ, пайғамбарлар хақ, Мұхаммед хақ. Уа жаратқан, сен үшін мұсылман болдым, саған иман келтірдім, саған тәуекел еттім, саған тәубе еттім, сенің дұшпаныңды дұшпан білдім. Барлық ісімді өзіңе тапсырдым. Менің бұрын және кейін істеген жасырын және ашық күнәларымды кешіре көр. Сен менің құдайымсың, сенен басқа құдай жоқ. Бізге күш-қуат беруші тек Алла сенсің. Омар ибн Хаттабтан Расулаллах жеткен хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім түн намазын яғни таһажжуд оқып жүрсе, ол адамға Алла Тағала тоғыз жақсылықты береді. Бесеуі осы дүниеде болса, төртеуі қияметте делінген. Осы дүниедегі жақсылықтарын алатын болса, біріншісі Алла Тағала апаттардан сақтайды, құлсықтарының әсерін жүзіне қояды. Үшіншісі ізгі амалды құлдарының жүректеріне сол кісіге деген махаббат салады. Төртінші қияметпен сөйлейтін хикмет иесі қылады. Бесіншісі фиқх ілімінің иегері қылады. Қияметтегі беретін жақсылықтарына келетін болса, қабірінен жүзі нұр шашып шығады. Яғни екіншісі есебі жеңіл болып, қыл көпірден найзағайдай жарқ етіп өтетін болады. Үшіншісі амал кітабы оң жағынан берілетін болады. Миғражға барғанымда Аллах Тағала Маған саллаллаху алейхи вассалам 5 өсиет айтты. Біріншісі, жүрегіңді кенеге байлама. Ол үшін жаратқан жоқпын сені, саллаллаху алейхи вассалам. Менен басқаға махаббаттан болмасын, барлығын маған қайтасыңдар. Жәннатқа кіру үшін талаптаныңдар және де адамдардан үмітіңді үз. Себебі олардың қолында еш нәрсе жоқ. Тахаджуд намазына берік бол, көмегімізге себеп болады. Ибрахим ибн Адхамның үйіне бір күні қонақтар түседі. Олардың тегін адамдар емес екендігі сезген Ибрахим ибн Адхам олардан қандай амал қылсам сіздердей Алладан қорқатын болам деп өсиет сұрайды. Сонда қонақтары жеті нәрсені саған өсиет қыламыз деді. Сөз көп кісінің жүрегі ояу болады деп үміттенбе. Екінші, тамақты көп ішетін адамда хикмет иесі болады деп үміттенбе. Үшіншісі, адамдармен көп араласатын адам құлшылықтың дәмін тартады деп үміттенбе. Төртіншісі, дүниеге жүрегі байланған адамның ақыры жақсы болады деп үміттенбе. Бесіншісі, надан адамның жүрегі тірі болады деп үміттенбе. Алтыншысы, залымдармен араласуды таңдаған адам дініне берік болады деп үміттенбе. Жетіншісі, адамдардың ризалығын іздеген адам Алла ризалығын табады деп үміттенбе деген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге таһажжуд намазын берік болуымызды, ол намаз алдыңғы өткен ізгі амалдарды, құлдардың жолы сендерді Раббыларына жақындататын күнәларыңды жойып, айыптарыңды жасырып, жамандықтан тияды. Себебі Құран кәрімде Аллах Тағала шындығында намаз сендерді жамандықтан тияды деген. Оқыған адамға Алланың рахметі бар деп өсиет қылған.